Сәлеметсіздер ме, балалар? Сабағымыздың мақсаты бүгін сен сабақта мәтін ішінен теңеу сөздерді таба аласың. Мәтіннің негізгі ойын анықтайсың. Ойыңды нақыл сөздер арқылы тұжырымдай аласың. Сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ мәтінге назар аударайық. Ол көрнекті ағартушы, педагог. Қазақ даласында алғаш мектеп ашқан. Қазақ хрестоматиясы оқулығының авторы. Кел балалар оқылық деген өлең арқылы балаларды білім алуға шақырған. Балалар, біз бүгін кімнің шығармашылығымен танысамыз? Иә, дұрыс. Бүгін біз Ыбырай Алтынсариннің мәтінімен танысамыз. Енді тірек сызба арқылы Ыбырай Алтынсариннің шығармашылығы туралы не білетінімізді тұжырымдап көрейік. Ыбырай Алтынсариннің қандай әңгімелерін, қандай өлеңдерін білесіңдер? Және ондағы негізгі ой қандай? Ыбырай Алтынсарин әңгімелері: бай мен жарлы баласы, надандық, әке мен бала, жомарт, бақша ағаштары, тағы да басқа әңгімелері бар. Ал өлеңдеріне келетін болсақ, өнер білім бар жұрттар, кел балалар оқылық, жаз, өзен және тағы да басқа өлеңдері бар. Ыбырай Алтынсарин әңгімелері, өлеңдерінің негізгі ойы қайырымдылықты, еңбекшілдікті, достықты, оқу мен білім, өнер, әділдік, адамгершілік, шыншылдықты көздейді. Балалар, осы суретке назар аударып, мәтіннің тақырыбын болжап көрейікші. Ойланамыз. Дұрыс, бүгін біз таза бұлақ мәтінімен танысамыз. Таза бұлақ мәтінімен таныспас бұрын, бұлақ дегеніміз не? Бұлақ көз, бастау, қайнар деп аталады. Бұлақ дегеніміз жер асты суларының жер бетіне өздігінен шоғырлана шығатын жерін атаймыз. Оқулықпен жұмыс. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Бір бұлақтың басында 3 жолаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шығып жатыр екен. Айнала қалың ағаш. Жапырақтары бұлақтың үстіне төгілген. Суы мұздай салқын, шыныдай мөлдір. Өте таза бұлақ екен. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын жерге қазандай бір қара тасты қойыпты да, тасқа: «Ей жолаушы, болсаң, осы таза бұлақтай бол» деп жазыпты. Тапсырма. Мәтін үзіндісінен бұлақты сипаттайтын сөздерді анықтап, дәптеріңе жаз. Тексереміз. Суы мұздай салқын, шыныдай мөлдір, өте таза бұлақ. Балалар, осы сөздердің ішінде қай сөздер теңеу сөздерге жатады? Дұрыс, суы мұздай салқын, шыныдай мөлдір. Балалар, мына сұраққа жауап берейік. Бұлақтың жанында жолаушы нені байқады? А. Биік ағаш. В. Қара тас. С. Жасыл шөп. Дұрыс жауап. Бұлақтың жанында жолаушы қара тасты байқады. Келесі сұрақ. Қара таста қандай жазу болды? Тексереміз.
Ей жолаушы, болсаң осы таза бұлақтай бол деп жазылған. Мәтінді әрі қарай тыңдайық. Үш жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша су ішеді. Тастағы жазуға көздері түседі. Сонда бір жолаушы тұрып былай дейді: бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп, үлкейеді. Бұған жол-жөнекей кішкене бұлақтар қосылып, үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мынадай ғибрат алуға болады: сондай адал қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып тоқталып қалма. Сөйтсең, ақырында сен үлкейіп, мұратыңа жетесің дегені деп білемін дейді. Сонда екінші жолаушы басын шайқап: жоқ, мен олай ойламаймын дейді. Бұл жазудың мағынасы сіздің ойлағаныңыздан гөрі тереңірек соқса керек. Бұл бұлақ кім-кімге болса да даяр. Ыстықтағанды салқындатып, рахаттандырады. Сусағанның шөлін қандырады. Онысы үшін ешкімнен ақадам етпейді. Олай болса, бұл біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығынды ешкімге міндет етпе деген ақыл болады. Жолаушының үшіншісі, көркем жас жігіт, үндемей тұрды. Жолдастары: сен не ойлайсың деп сұрады. Жігіт айтты: менің ойыма бөтен бір нәрсе келеді. Бұл бұлақтың суы бір орында тынып тұрып, шөп-шалам түсіп, лай-қоқым болса, бұған адамнан гөрі айуан ынтық болар еді. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, тазаланып тұрған үшін бұған адам ынтық. Олай болса, бұл жазудың мағынасы мынау: көңіліңді, бойынды осы бұлақтай таза сақта. Бұлаққа қарасаң, күн түссе күннің, шөп түссе шөптің сәулесін көреміз. Ендеше, көңілің сол сияқты сыртқа ашық көрініп тұрсын деген ғой деймін депті. Үш кейіпкердің негізгі ойын экранда берілген жауаптармен сәйкестендіріңдер. Тексерейік. Келесі тапсырма. Әр жолаушының пікірін дұрыстығын дәлелдеп, нақыл сөзбен тұжырымдап көр. Балалар, бүгін сабақтан не істедік? Мәтін ішінен теңеу сөздерді таба алдық. Мәтіннің негізгі ойын анықтадық. Өз ойымызды нақыл сөздер арқылы тұжырымдадық. Сонымен, мәтіннің таза бұлақ деп аталу себебі неде? Дұрыс айтасыңдар. Адам бойындағы тән тазалығы, ой тазалығы, сөз тазалығы, адамгершілігі бұлақтай таза болсын деген сөз. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.